Баршаға сәлем достар, сіздермен тағы спорт жаңалықтары. Видеоны бастамас бұрын арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Ауыр салмақ чемпионы айқасқан жекпе-жек сенсациямен бітті. Германиядағы бокс кешенінде ауыр салмақты ебу нұсқасы бойынша Еуропа чемпионы украиналық Александр Захожи күтпеген жерден косовалық Лабинот Хаджайдан жеңіліп қалды. Жекпе-жек толық 12 раунд өтіп, оның қорытындысы бойынша Захожи ұпай санмен жеңілді. Екінші раундта Захожи қарсыласына нокдаунға түсірді. Алайда Захожи орнып тұрып, еш бәсеңдемей айқасты. Ал 10-шы раундта Лабиноттың өзі украиналыққа нокдаунға түсірді. 19 жеңіске жеткен Александр үшін бұл карьерасындағы алғашқы жеңіліс. Бір рет ғана тең түсіп, жеңіліп көрмеген Лабинот жеңіс сериясын 20-ға жеткізбей отыр. Еуропа чемпионы неге қазақ нокаутшымен айқасудан бас тартқанын айтты. Британиялық достастық пен Еуропа чемпионы ебу орта салмақ WBS Silver титулының ие Хамза Шираз Жәнібек Әлемханұлының орнына неге WBS белбеуі ие доминикалық Карлос Адамеспен айқасатынын түсіндірді. Шираз бен Адамес кездесуі 22 ақпан Сауд Арабияның астанасы Эр-Риядта өтеді. Бұл туралы баяғыдан айтып келемін. Бұл жекпе-жек мен Аммо Уильямсты жеңгеннен кейін бекітіледі. Қадам-қадаммен деп жазыпты Хамза әлеуметтік желіде. Сіздермен тағы спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.